Қазақ елі, ассалаумағалейкум достар. Көкпардан бірінші орын алдық. Финалда қырғыз көршілерімізді 4-5 есебімен жеңдік. Керемет, бәріміз қуандық, ризамыз, алтынды ешкімге бермедік. Жаман кәдімгі сұмдық ойын болды. Жігітше айтайын, кәдімгі ана жақта отқан біз не болып кеттік кәдімгі. Қайта құрт жеп, кәмпит жеп, темекі шегіп, быт болып кеттік. Бірақ құрметті ағайын, менің бір ішімді ашқан бір жағдай болып тұр да осы жерде. Не жағдай дейсіздер ғой? Сол біздің баяғы жабайылық. Өмірі қазақты артқа сүйрейтін, қазақты аяққа таптайтын сол баяғы өзіміздің жабайылар. Ойын бітеді. Біздің көкпаршыларымыз, палуандарымыз қазақтың туын көтеріп алып, кәдімгідей келе жатыр, трибуна жақта жүр. Бүкіл күллі қазақ қуанып жатыр. Жанкүйерлердің қолдауы керемет, ағайын, сөз жоқ, иә. Бірақ біздің шабандоздар өздерінің қамшысын, бөрігін жаңағы көрермендер жаққа атып жатыр ғой, енді. Мен қуаныштымыз ғой бәріміз. Сөйтсе біздің жабайылар барып анаған кәдімгідей таласып, мына видеодағыдай ғой, таласып, быт-шыт болып, бір-бірімен төбелесіп, собырыңды да басқаңды көріп отқан жоқ, бірін-бірін таптап, бір қамшымен бір бөрікке таласып, масқара қылып жатыр. Жанымызда өзбек ағайындар тұр, түріктер тұр, қырғыздар тұр да, көздерінше масқара болып жатыр. Аналар қарайды да, бастарын шайқайды. Түріктерін күліп тұр, ағайын. Еркекше айтайыншы, сұмдық масқара болдық. Ей, мен сендерге құдайдың зарын қылдым ғой. Таласпаңдар тегін дүниеге. Түсінем, ырым лақтырады, білем. Бірақ таласудың қажеті жоқ қой. Неге? Біз қашан өзімізді көтеруді үйренеміз, елімізді аяққа таптау демес, Масқара болдық қой, масқара. Қарабет болдық қой, қарабет. Сөздің ашығын айту керек қой. Бір жиын болса болды, өмір қарабет боламыз. Өмірі. Тегін дүние бізге беруге болмайды. Этноауылда тұрмын ғой мен қазір. Этноауылға осы жерге миллион теңге демей-ақ қойын. 5 тарелка палау қойыңдаршы. Тегін. Быт-шыт боламыз мына жақта. Неге ондаймыз, Болды ғой, жетеді ғой, қашанғы қарабет бола береміз, айналайындар-ау, көтерейік те өзімізді. Қазақтың мәдениетті халық, текті халық екенін көрсетейік те осында бір жабайлардың кесірінен. Шынымды айтсам, уже заебал шықты. Жігітше айтайыншы, қойсаңдаршы, болды ғой, құдайдың зарын қылып қой. Өйтіп таласпаңдар деп. Жеңіс құтты болсын ағайын.